Сәлеметсіздер, құрметті оқырмандар. Сіздердің назарларыңызға көктем мен жаңару мерекесі атты наурыз квиз ұсынады. Нөмірінде балалар кітапхана филиалы. Қазақтың ұлттық бас киімін ата? Қыз ұзатқанда киетін бас киім қалай аталады? Қыз ұзатқанда киетін бас киім бұл сәукеле деп аталады. Ол қыздың тойында киіледі. Ер адам киетін жылы бас киім қалай аталады? Ер адамдар киетін жылы бас киім тымақ деп аталады. Қазақтың ұлттық аяқ киімі қалай аталады? Қазақтың ұлттық аяқ мәсі деп аталады. Достар, қазақтың дәстүрлерімен танысыңдар. Қазақтың ұлттық тағамдары қандай? Мәселен, бес бармақ, қуырдақ, бауырсақ. Қазақтың басты дәстүрлі тағамы қандай? Дұрыс жауап беріңіз. Қазақтың басты дәстүрлі тағамы бешбармақ деп аталады. Сұрақ: дөңгелек пішінді қуырылған ұн тағамы қалай аталады? Қолтабақ, бауырсақ, балаларға арналған дәмді тағам. Сұрақ: жылқының сүтінен жасалатын дәстүрлі сусын. Жылқының сүтінен жасалатын дәстүрлі сусын қымыз деп аталады. Бүгін қазақы халқының әшекей бұйымды әзірлік. Мына әшекейлер қазақ халқының дәстүрін көрсетеді. Мына алқа асыл тастың символы. Мынау күміс алқа мен сырға. Ал мыналар алтын білезіктер. Балалар, бүгін біз әшекей бұйымдарды үйренеміз. Мына сақина мен сырғалардың түрлері қатарылады. Сұрақ: қыздардың шашына тағатын бұйым қалай аталады? Қыздардың шашына тағатын бұйым шашбау деп аталады. Оны киген қыздар өте әдемі көрінеді. Сұрақ: қорғау үшін тағылатын бұйым? Қыздардың мойнын безендіріп, әрі қорғау үшін тағылатын бұйым ол тұмар. Қыздардың білегіне тағатын ұлттық бұйым не деп аталады? Қыздардың білегіне тағатын ұлттық білезік деп аталады. Олар өте әдемі әрі мәдени маңызы зор. Бүгін біз қазақ халқының музыкалық аспаптары бойынша сұрақтар қарастырамыз. Дайынсыздар ма? Сұрақ: қазақтың ең атақты ішекті аспабы, көбіне күй тартуға арналған аспап қалай аталады? Қолына домбыра. Қазақтың ең атақты аспабы домбыра деп аталады. Сұрақ: қазақтарда дауыс күшейтетін, көбіне салт дәстүрде қолданылатын үрмелі аспап қалай аталады? Бұл үрмелі аспап сыбызғы деп аталады.